Сәлем достар. Біз алдыңғы сабақта естеріңізде болса 1С бағдарламасын жүктедік және оны орнаттық. Енді өздеріңіз білетіндей, менде жүйенің ағылшын тіліне болуына байланысты бұл бағдарлама ағылшын тілінде орнатылып кетті. Енді мен қазір өзімдегі орнатылған операциялық жүйені орыс тіліне аудардым және енді осы бағдарламаны орыс тіліне аудару мәселесін қарастырайық. Ол үшін мен не істеймін? Пуск, панель управления. Және осы жерде бізге қажетті программалар және оның компоненттері, соның ішінде бізге қызықтырып отырғаны 1С бағдарламасы. Осы 1С бағдарламасын қазір біз орыс тіліне аудару мәселесін қарастырамыз. Енді бұл ағылшын тілінде орнатылып кетті әрине, бірақ та сіздерде бағдарламаңыз, операциялық жүйеңіз орыс тілінде болса, онда орыс тіліне орнатылатыны сөзсіз. Енді қалай өзгертетінін көрейік, мүмкін болашақта сіздерге қажет болуы мүмкін. Яғни ағылшын тілінде орнатылып кеткен жағдай болса, менікіндей, онда сіздер де оңай өзгерте аласыздар. Енді көріп отырсаңыздар, Program Maintenance дейді, яғни бағдарламаны өзгертеміз, соның ішінде өзгерту нұсқасын таңдаймыз және келесі нүктесін басамыз. Енді бұл жерде еш нәрсе өзгертпей, тағы да келесі нүктесін басайық. Сосын мына жерде бізге орыс тілі шығу керек тұғын, бірақ шықпады. Мен тағы да тастап кеткен сияқтымын, сондықтан артқа нүктесін басамын. Сосын қосымша интерфейстер дейді, соның ішінде орыс тілін қарап көрейік. Міне орыс тілі тұр екен, осыны қосып көрейік қазір. Одан кейін келесі нүктесін басайық және жүйенің тілін таңдаймыз, орыс тілі деп таңдайық. Одан кейін келесі нүктесін басайық, install нүктесін басамыз. Енді біздің интерфейсті орыс тіліне аудару процесі жүруде және болды дейді. Мен finish нүктесін басайын және бағдарламаны жіберіп көрейік. Міне көріп отқандарыңыздай 1С предприятие бізде қазір орыс тіліне толықтай ауысты. Бұл менен кеткен қателік болды, сіздерде орыс тілінде бірден орнатылды деген ойдамын. Енді 1С бағдарламасы не және онымен қалай жұмыс жасайды деген сұраққа мен администратор мамандар көзқарасынан, яғни солардың артынан қазір қарастырамын. Сондай біз болашақта осы бағдарламамен қалай орнатылу түрлері және оның клиент-сервер нұсқасы бар мысалы. Сондай-ақ осы бағдарламаның конфигурациясы, басқа да жаңартуларды жасау, осы құралды жалпы администрация жасау, яғни басқару мәселесін қарастырамын.